Бәріңе сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен бірге ойыннан Нурик. Ошен достар, қалаларың қалай? Бәрі жақсы ма сендерде? Сендер менің қайда деп ойлап тұрған шығарсыңдар. Мен Вредик серверінде жүрмін. Яғни бұл жерде көптеген карталар ойнауға болады. Bed Wars, Sky Wars, Выживание, Duel, Murder Master карталарын ойнауға болады. Және де бұл сервер өте қызықты. Сол үшін де достар, арнаға тіркеліп лайктарыңды бас, комментарий жазып кетіңдер. Ал мен болсам осы карталарға обзор. Достар, қазір мен Вредик серверінде жүрмін. Яғни сіздер осы жерде ойынға кіресіздер. Бұл жерде көптеген игроктар болады. Мықтысы, жаңадан келгендер, бұрыннан ойнайтындар болады. Бұл жерде сіздер паркур өтесіздер. Яғни бұл жерде паркур өтесіздер. Ал және де паркурдың соңында сіздерге элитра береді. Яғни ол же элитра арқылы қалаған жерлеріңізге ұшсаңыздар болады. Қазір мен сіздерге Bed Wars серверін көрсетемін. Мен қазір осы Bed Wars серверінде ойнап жүрмін. Бұл жерде 3 түрлі карта бар Bed Wars'та, бірақ барлық адамдар осы Bed Wars екінші картасына кіреді. Сол үшін де сіздер екінші картасына кіріңіздер. Міне қазір кіріп жатыр. Міне сіздер осы жаққа кіресіздер. Сіздер осында шыққаннан кейін мынандай сізге волейболный доптар, сіздерге волейболный доптар осындай жерлерде жатады. Яғни сіз оларды осылай үстінен бассаңыз, сіздерге опыт береді. Мына жерде опыт деп тұр ғой, міне 400-ден 40-қа дейін жинау керек деген сияқты. Яғни және де бұл жерде Bed Wars'ның екі түрі бар. Бұл жерде 8 команда болып бір адамнан ойнайды, ал мына жерде 4-4 ойнайды. Яғни қазір мен сіздерге 1-1 болып кіріп көрсетемін. Міне қазір адамдар жиналып жатыр. Қазір 5 адам отыр. Қазір 50 секундтан кейін бастайды. Ал оған дейін сіздер арнаға тіркеліп лайктарыңды бас кетіңдер достар. Қызықты видеолар түсірейін. Ал енді алдағы уақытта қандай видеолар түсірейін, соларға комментарийға жазып кетіңдер өз ойларыңды. Ал ендеше қазір басталғаннан кейін жалғастырамыз. Міне достар, мен Bed Wars серверіне кірдім. Яғни сіздерге осы жерден ресурстар береді. Сіздер ол ресурсқа барып заттар аласыздар. Мысалы, мына жерде шерстарды алуға болады, 4 железа аласыздар. Яғни осы төбесіндегі заттарды бассаңыздар, сіздерге заттарды көрсетеді, қандай заттар алуға болатынын. Міне астында қанша ресурсқа алуға болады, соның бәрін көрсетеді. Сосын тағы да меч алу керек. Сіздерге біріншіден ағаш меч береді. Қазір мынаны алайық. Сосын осылай сіздер заттар алсаңыздар болады. Бұл жердегі Вредик серверіндегі карталар өте қызықты. Яғни сіздерге бұл жерде көптеген командалар болады. Олар сіздерге мықты қарсылас болады. Кейбірі тіпті жаңадан келгендер болып жатады. Сол үшін де мықтылап ойнаған дұрыс. Төсекті басып шыға саласыздар өлгеннен кейін. Сосын ойында қайтадан бастай бересіздер. Ал мына жерде бағанағындай айтқандай 4-4 ойнайсыздар. Бұл жерде 4 команда болады, және де бір командада 4 адамнан болып ойнай аласыздар. Достарыңызбен қызықты ойын болады Bed Wars'та. Ал ендеше басқа серверларға обзор көрсетейік. Бұл жерде сіздер ойыннан басқа да карталарға кіру үшін сіздер оны Майнкрафттың приложениесінен шығып, сіздерге ондай қиын емес. Яғни осы порталға келсеңіздер, сізді ең басты ойын басталатын жерден шығарады. Яғни сіздер осы жерге кіресіздер. Сіздер мысалы қазір Sky Wars бар, Duel бар, Murder Master бар, Выживание карталар бар. Ал ендеше қазір Sky Wars'қа кірейік. Бұл жерде көбінесе адамдар біріншіге кірмейді, көбісі екінші картаға кіреді. Сол үшін сіздерде екінші картаға кіріңіздер. Қазір кіріп жатыр. Міне достар, сіздерге алғашында кірген кезде сіздер жүре алмай тұрасыздар. Яғни загерес аттарыңызды жазып, пароль орнатыңыздар дейді. Ал сіздер бұнда бүйтесіздер. Өздеріңіздің аттарыңыз бар ғой, соны жазасыздар. Өздеріңіздің аттарыңызды жазасыздар. Менікі мысалы. Содан өздеріңіздің аттарыңызды жазғаннан кейін сіздер оған номер қоясыздар. Мысалы, менікі 467 мен. Дұрыс. Және де сіздер оны қайталап жазасыздар. Содан кейін сіздер сол арқылы кіресіздер. Осыны кіре береміз. Бұл жерде де
Біз 1-1 әлде 2-2 ме? Жоқ, дұрыс 1-1 ойнайды екенбіз. Және ал екінші картасында 2-2 ме солай ойнаймыз, дұрыс. Қазір бір рет ойнай салайық. Қазір мен достар Skywars-ты мықты ойнай алмаймын, яғни мен Skywars-тан көрі мен көбінесе Bedwars ойнаймын. Егер де қазір ойнай алмай қалып жатсам, ренжімеңіздер достар. Алманы жеп алайық та. Осылай кесе алайық та атакаға кете берейік. Бізде оружие жоқ достар. Өлген жеріміз осы шығар деп болды. Біз өлдік. Тесекті басып шығып кеттік. Міне бағанағы сіздерге волейбол доп деп едім ғой. Сол әр картада болады. И оның үстін басасыздар, сіздерге көрдіңіздер ме? Бұл жерде сіздерге монета береді екен. Skywars-та сіздерге монета береді, ал Bedwars-та қалған карталарда менің ойымша опыт беретін секілді, Ал жарайды онда достар, мен қазір выживанияда басқа да карталарға обзор көрсете берейін. Бағанаға айтқандай осы порталға кіріп шыға бересіздер. Ең басты кіретін жерден шығасыздар, сосын басқаларына кіре бересіздер. Міне. Біз осыны қайтадан шықтық. Мысалы дуэлға кіреміз, Morden Masterға кіреміз, выживанияға кірсек болады. Яғни осымен тек қазір соңғы рет осыған кіре салайық. Мені достар Morden Master еді, міне бағанаға айтып едім ғой, бірінші картаға көп ешкім кірмейді, бұл жерде екінші картаға көп адам кіреді. Сол үшін сіздер де екінші картаға кіріңіздер. Міне екінші картаға кіріп жатырық. Бұл жерде де сіздер әр картаға сіздер өздеріңіздің бағанаға парольдарыңызды, аттарыңызды қойсаңыздар болады. Мысалы бағана мен Рейдин Мико 467-де қойдым. Сіздер оны қайтадан жазасыздар да. Сол парольді қайтадан жаза саласыздар. Болды. Осымен кіресіздер. Міне. Мен бұл негізі бұл ойындарды мен көп ойнайтын, бірақ қазір мен ойнап жүргенім жоқ. Яғни ойнамай, Майнкрафт ойнамағалы 1 жылдан асып кетті, 1 жылдай болып қалды, Майнкрафт ойнап. Міне. Бағана сіздерге айттым ғой, біріншісіне көп кірмейді, екіншісіне. Міне. Қазір адамдар жиналып жатыр. Бұл жерде бір маньяк, Morden Master дегеннің мағынасы, яғни бір маньяк болады, және қалғандары адамдар болады, яғни жителер, тұрғындар болады. Ол жителер қашып тығылып жүрсе, ал маньяк оларды пышақ арқылы өлтіреді. Міне. Қазір 5 секундтан кейін бір маньякты таңдап, оған қылышын береді пышағын. Ал біз оған дейін мынандай монеталар көрмей қалдық. Все. Біреу мечті алды, және де ол маньяк болды, ал біз лук алып алу керек. Лук осы жақта. Жоқ, біреу алып алды. Өкінішке орай біреу алып үлгерді. Меніңше маньяк осы жаққа. Көрдік достар, қызыл дрим бар ғой, қызыл дримнің скинінде жүрген. Біз одан қашуымыз керек, себебі ол маньяк қазір. Ал біз оған ең қашуымыз керек. Оны өлтіру. Өліп қалдық достар. Жоқ, қаяққа кетіп қалды? Қай жерден шықты достар? Әлде алдымыздан шыққан жаңағы біреу ма? Жарайды онда достар, сіздер осылай ойындарыңызды ойнай берсеңіздер болады. Яғни достар, осымен видео аяқталды. Видео қысқа болып қалса ренжімеңдер, тағы да айтарым. Ал ендеше арнаға тіркеліп лайктарыңды бас кетіңдер. Біздің арнада, менің арнамда қызықты видеолар шығады. Әлі де достарыммен видео түсірем, Bedwars ойнаймын, челлендж орындаймыз. Яғни қызықты видеоларды әлі алда көресіздер. Яғни арнаға тіркеліп кетіңдер достар, жақсы сау болыңдар. Келесі видеода көріскенше. Кеттім. Сау болыңдар достар. Кеттім.